доллар гүлінің осындай көп өскін шығару үшін біз бұл доллар гүлдерінің бірінші картошкасын жақсылап өсіріп алуымыз керек. Картошкасы үлкен болып өспей, бұл доллар гүлдері бізге өскін бермейді. Сондықтан да бұл доллар гүлдерінің картошкасын үлкен болып өсіретін, осындай көп өскін беретін біз қазір екі қоспаны жасап, осы доллар гүлдеріне құятын боламыз. Ол қоспаны барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Ол мынандай: аммиак және янтарин. Осы екі қоспаны қосу арқылы біз осындай көптеген нәтижелерге жетеміз. Міне, тұндырылған 1 литр суға біз осы екі қоспаны жасап дайындап алдық. Енді қазір осы гүліміздің кепкен топырағына гүлдердің осындай құмына құятын боламыз.